Мен өзім бөліп тастаймын монтаждаған кезде. Бірінші бөлім, екінші бөлім, үшінші бөлім деп. Енді бізде ары қарай жылдам жер кетеді. Әлқиссаның кәдімгі жылдам жер болған ол. Дәл осы сияқты, бірақ әуені кішкене өзгеше. Енді ашық қағыстан бастаймыз міне. Бұны біреулер былай алып жатады, ритм қате болады ол кезде. Бұл дұрыс емес, былай болу керек. Қысқа. Міне. Үшін созып жатады біреулер міне. Менің кей шәкірттерімде сондай оқушылар бар, кездесетін. Кішкене ритм жағынан дұрыс емес ойнап жататын оқушылар бар. Соны дұрыстау үшін міне. Алма кезек қағыстар ғой негізі, бірақ қысқа болады. Осылай 8 рет ойнаймыз міне. Жеке санағанда, жұптап санағыңызда 4 болады міне. 2, 3, 4. Ары қарай. 9, 11 и 12. Енді 12, 11-ден 10-ға. 11-ден 12-ге. 9-дан 11-ге. Ена жерде кішкене ритм өзгереді. Көрдіңіздер ма? Саусақпен пернені ақырындап бақылап отырыңыздар. 7. Қайттан қайталау. 12. 4 рет тұрамыз. 11-ден 10-ға, 11-ден 12-ге. 9-дан 11-ге. Саусақ перне ауысып отыр. И үстінен үшінші саусақ 14-ті 14 басады. И 11, 12. Енді бұл жерде 9, 11, 12, 9, 11, 12 кетті. Міне. И ары қарай онда 2 рет тұрамыз. Енді 16, 17, 19-ға барамыз. И 17, 16-ға. 14, 16, 17, 17, 16. 14-тің өзі, 2 рет. Мен жай ойнағаннан кейін кішкене ритмді құртып жатырмын, ал тез ойнаған кезде өзі ритм шығады. Емес. Енді үстіңгі шек 19. Пиано. Жай дыбыстан көтерілеміз. 2 рет. Енді 17-нің үсті. Енді 16. Енді 14-нің үсті. И қайтадан 16, 17, 19-ға кетеміз. Үстінен. Асты 14-те тұра береді. Міне. 16, 17 и 19. 2 рет ойнаймыз да, ашып жібереміз. 14-тің өзі бір-ақ рет. Болды. Енді қайтадан 16, 17, 19. Ары қарай даже несеміз 20-ға кетіп қаламыз ғой. 21-ге даже. Кеттік ал. 21 и 19-да 2 рет тұрамыз. Енді 17, 16. 14-тің өзі. Енді 16-тан 17-ге. 17-ге 16-тан қайтамыз. Жай көрсетем. И 14. Бір-ақ рет.
14. 3 рет ойнаймыз жұптап санаған кезде. 2, 3, 12-ден 11-ге. 9-дан 7-ге. Енді 9, 11, 11, 9. И 7. Әлқисаның қағысы. Деймізді, кәдімгі әлқисаның ноталарын басамыз, дәл қағыстарын жасаймыз сосын мені. Деймізді, 9, 12, 11, 9, 7, үстің шек 10, енді 7, 9, 10, 7, 9, 7. Жабамыз, ашып береміз астын. 2 рет. Енді 7, 9, 9, 7, 2 төмен 2 жоғары. 4-ге 7, 7, 7, 4, 7, 7, 4, 7, 7. Енді төмен үстің шек. Пернелерге мұқият мән беріңіз, саусақ екеуіне. Үстің шек қана. И 7, 7. Ілж береміз. 4, 7 и қайтан қайталау. Соң жағымда. 4-ші перне 7-ге қайтадан. 7, 4, 7 асын басып тұра береміз. Болды, рахмет. Басынан бастап аяғына шейін тоқтамай қараудың қажеті жоқ. Бағана айтқанымдай бөліп жаттап алсаңыздар, өздеріңізге жақсы. Аз-аздан үздіксіз. Енді видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Маған деген қолдауыңыз сол болсын. Келесі күйде кездескенше.